Бәріне тағы да сәлем, бұл аңсаған YouTube каналы Тш жобасы. Біз бұнда еш жерде айтылмаған историяларды, ұятсыз, ыңғайсыз секреттерді оқимыз. Бүгін бізде қонақта актриса, өте әдемі, сұлу қыз, маған Мәскеуді таныстырған Жазира Еркін. Шапалақтарыңызбен. Привет, сәлем. Сәлем, Жазира, қош келдің. Қош көрдік. Бірден саған сұрақ, өмірде ыңғайсыз ситуацияларға көп түсесің ба? 2 реттен 4 рет просто түске дейін, түстен кейін обязательно менде ондай. Ал прям трэшевый ситуацияларға тоже менде түсесің ондай ба? көп болған. Да, шүкір. Слишком көп болған. Қорқынышты, қорқайын десін. Бізде бағдарламамызға мына жерде құпия чемоданы бар. Бұл жерде сен бағана жазып, уже салып қойдың. Біздің көрермендер тоже салып қойды. Ал мынау бізге почтадан жіберген анонимді. Короче, нам барлығы анонимді. Серьезно ма? Иә. Но почтадан жібергендер, біз соны печатать етіп, немесе қолмен жазып, осы жерге алып келдік. Честный историялар ғой. Честный историялар. Менікі де бар ішінде. Бірақ мына жақпа айтпаймын, қайсында екенін. И плюс соңында бір-біріміздің историямызды табуымыз керек. Давай. Қанша история оқимыз? Ну, примерно оқимыз да уже болды деген кезде бітіреміз ғой. Давай. Кстати, егерде кейбір секреттер оқылмай қалса ренжімейсіздер, иә? Келесі выпусктарға алып қоямыз. Бір күштілеп тұрып шапалақ жіберіңдер. Бастайық. Бірінші секретті оқу мәртебесін сізге береміз. Кез келгенін алып. Короче, досым украинка қызбен жүретін. Украинкалар әдемі болады. Мен ғана айтқанмын ше оны. Ешкім келіспей ма не оған? Басқа қыздар ше? Басқа қыздар? Смотря қандай. Давай ұлттарды айтып отырмын, мен әдемі емес деп айтамын. Да? Жоқ, әдемі емес деп айтпаймын. Әдемі деймін. Әдемілеу деймін. Давай. Орыс қыздар. Әдемілеу. Қырғыз қыздар. Вообще қырғыз қыз көрінетін адамды. Әзербайжан қыздар. Азербайжан қыз көрінетін. Қандай қыздар көргенсің өзің? Сен украинкадан басқа ештеңе көрмеген бәлесің ғой. Орыс, украин, қазақ. Жақсы. Қазақ қыздар. Әдемі ғой. Араб көргем, араб. Да? Араб, қазақ араласқанда қыз көргем. Қалай екен? Потолок. Давай өсек оқиық. Украин. Досым украинка қызбен жүретін. Бір күні досым қонаққа шақырады. Барсам, өзі қызымен и 2 орыс жігіт отыр. Сөйтем, қыздың достары екен. Досым солардан қорқып, мен шақырды. Если что жабылып кетсе, бірге шығамыз. Сол жерде тағы. Уже сұрақ көп. Во-первых, неге 2 досы? Неге 2 досы келіп отыр деген неге сұрақ олардың қой. қызы жоқ? Дұрыс па енді, неге ол может екі бір-бірімен жүреді? Может ана қызбен жүреді, да? Вообще ол жерде может. Да. Выяснение отношений болып жатқан шығар, қаяқта білеміз. Украинаға қатысқан тағы бір Содан, соғыс. не үшін қорқасың дедім. Дейді. Не үшін қорқасың? Өзіміздің украиндер ғой. Қара, көресің қазір дейді. Сөйтіп отырсақ, екеуі құшақтасып, болды, дұрыс. қол ұстасып, Дұрыс қой деп пон, дұрыс емес. еще бір-бірінің маңдайынан сүйіп отыр дейді. Елестете аласың ба? Елестете аламын, өте. Вот осы жерде құсқым келеді. Олар гей екен. Соңында айтқаншы. Мы не понял. Бірақ мен түсінбей қалдым да. Дауыстап, мыналар голубой ма деп сұрадым. Қазақша түсінбейді деп тұрмын ғой. Голубой деген типа Голубой қазақша деген сөз сөз ғой. орысша екенін ұмытып кетіппін дейді. Так. Если честно, мынау бір андай не ғой? Мындай әннің демо версиясы болады ғой? Или фильмнің трейлері болады ғой? Сол сияқты бере салды да. Типа қалғаны менің телеграмымда деген сияқты ше. Маған дальше, например, интересно. Ол голубой дегенне қандай реакция берді? Ол қыз неғып жүр? Ол неден қорқып жүр досы, например? Ол нормальный, натурал болса неден қорқып жүр деген сұрақ қой. Короче, көп сұрақ. Задамастылады сөз айтайын. Айтпай қойшы, пожалуйста. Короче, көп сұрақ тудыртады. Көп сұрақ тудыртады және аз жауап. Мен қорқам.
Ондай адамдардан. Сразу айтайын. Қандай адамдардан? Голубойлардан ба? Сен. Жалпы адамдардан қорқам мен. Так. Бір күні үйге ағам мен жеңгем қонаққа келген болады. Осы аға мен жеңгелер тынышталмайды ғой. Неге өз үйлеріне барып жұмыстарын істемейді? Бүкіл жерде шулайтта жүреді. Үйде анам, інім Ойбай. және қарындасым болды. Үй 2 комнаталық болғандықтан ағам мен жеңгем менің комнатама жататын болды. Что было дальше деген әңгіме болған. Менің комнатама жататын болды. Сөйтіп кешкісін ұйықтайын деп жатқанда ағам сыртқа дос баласымен кездесуге кетті. Мен компьютерде отырған кезде жеңгем маған массаж жасап берші деген болатын. Мен массаж жасай алмасам да жарайды деп жасай бастадым. Сөйтіп ақырындап деп сөйтіп оқи бастасың. Бұл ұл ма қыз ба? Ол ғой енді жеңгесіне массаж жасап отса. Саман басқа деген сияқты ғой қазір. Сен заманға еліктеме. Вообще нөл еліктеп алып. Сөйтіп ақырындап жасай бастады. Өзі 2-ақ комнатада. Иә, біреуінде еще так жасай бастап жатқанда денесінің асты жағына дейін бардым. Асты жағына дейін? Иә. Денесінің ше? Я просто уточняю. Визуализирую. Қай жеріне кеп қалды деп ойлайсың? Тізесіне кеп қалды деп ойлаймын. Өтті деп ойлаймын десең. Енді қай жер екенін түсініп жатқан шығарсыздар. Иә, тап тізесі мына жер. Мынау жері болады ондай жиырылып қалған. Ой, в общем, көтіне жасап жатқанда бір дауыстар шыға бастады. Кімнен? Көтіне. Бірақ сонда да маған ештеңе айтпай, керісінше жақсы жасайсың деді. Хороший мальчик деді ғой, примерно. Комплимент алып жатыр. Сөйтіп бір уақытта мен кішкене возбуждаться етіп кеттім. Конечно. Қалай кішкене? Екеуміз бірге болғанымыз бар дейді. Қалай? Сразу? Екеуміз бірге болғанымыз бар. Сен қалай ойлайсың ол? Что он имеет в виду? Жоқ, просто 2-ақ комната, ана комнатада 3 адам бар. Мына комнатада 2 адам. Екеуі бірге болған ғой. Иә. Бірге деген қалай? Неужели ешкім есік ашпайды? Так оқышы дальше. Кішкене қорықтым. Қорқатындай бар ғой енді. Үйде адам көп қой. Кішкене қорықтым. Анам кіріп қала ма деп. Ой. Қалғандарына бәрібір ма, біраз кісі кірсе. Еще ағамның келетін уақыты болды. Ой, деді, прям ұзақ болмаған шығар. Тіп қоясың жаңа. Қызық болып отыр. Бірақ бәрі біткен соң ағам келді. Жеңгем екеуміз түк болмағанда ұйықтап қалдық. Бұл шын оқиға өте ұят және қате екенін білем. Дейді. Менің өмірім енді бұрынғыдай емес. Племянниктер өзіне ұқсайды дейсің ғой. Біреу. Аумайса. Ничего, әке жағына тартып кеткен ғой деймін, еще бәрі. Мынау енді қиындау екен, ә? Ужас, мен ұстамай қойшы оны. Мен оқиын деп отқан дұрыс болды сен оқыған. Жоқ, действительно. Ужас, мынау не жазған? Ақтарған ғой үшін. Еще былай жазыпты. Сен де историяң бар ғой мына жақта? Мұны мен бүйтіп жазбаймын, ерінен бүйтіп жазбаймын. Сен қанша передача түсірдің, сен уже секретің біткен мен шығар? Мен бүкіл өмірімді ақтарып отырмын бұл. Вот мынау қысқа екен. Ассалаумағалейкум.
уа рахматуллахи уа баракатух деп жаңағы историядан қалай болады? Басымнан өткен оқиға мынадай. Мен өзім намаз оқитын жігітпін. Оны түсіндік. Басындағы сөзбенеден деш. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мен негізі Құдайға сенбеймін деп жүрдім. Мен ішем десе. Мынадай, мен өзім намаз оқимын, оқитын жігітпін, общагада тұрамын. Сағат неше болды? Қазір кішкенеден біреу шығып кетсе, значит сол жігіт тұр. Бір күні общагадағы дос баланың комнатасына кіріп қалсам, олар қызыммен занимаются этим. Не болып жатыр бұл? Бағана мектепте тек қойғандар қайда? Сондай болып бүгін күні бойы. Занимаются этим. Ұялғаннан есікті жауып шығып кеттім. Мен де қызбен жүрем, бірақ мен после свадьбы деп жүрмін. И, короче, 5 минуттан кейін анау шығып маған ұрсып тастады. Мен де оған боқтадым. Келесіде есікті құлыптап жүр, ешшақ. Ол боқтаған. Бір-біріне боқтаған, короче. Неме көресің? Құлыптап жүрмейсің ба деген. Жоқ, как жігіт ретінде айтшы. Қай тараптан айтайын? Біріншіден, бұның қай жері секрет десең. Айтып тұр ғой енді ол десең. Кринжовый история ғой, ну, по идее, кринжовый. Тап басыңа елестететін. Так, біріншіден, қара, бұл жерде көп ошибка бар. Қандай? Біріншіден, анау қыз бен жігіттен ошибкасы. До свадьбы болмайды ғой негізі. Сондай так болсын. Есікті жауып алмай ма? Сен қызың бар ма? Менің ба? Жоқ. А че менің ба деп переспрашивать еттің? Вдруг нәрсе біреу тұр десем. Қызым жоқ. Біріншіден есік жауып алу керек, екіншіден мынау қақып көру керек. Да. Қақып көрдім деген жоқ болды. Общагада ма? Бірақ өз комнатасында, иә. Өзі біледі ғой, да? Это же молодой, любовь. Короче, көп. Қалай? Молодой любовь дейсің ба? Молодая кровь. Молодой любовь. Молодой любовь. Молодой өтір любовь. Кешір, мен өтірсіз оқитын орысшаны просто. Келесі история. Бұны ақылдаспай тұрмыз, иә? Ну, бәрі қызарып енді кішкене ыңғайсыз история екен, иә? Қандай? Кішкене ыңғайсыз история. Мне кажется, в принципе, ұмытып кетуге болады кейде. Иә? Сондай Құдайыңа адал болсаң, неге есіңде сақтап жүрсің депші, өзіне әңгіме айтып тастағансың. Ладно. Тиіспей ақ қояйық, құрсынқа религиозный фанатиктар мені жарты. Жоқ, параларыңда ондай депші. Же десе бір. Менің мынандай ғана история. Менде де сондай ғана. Как раз тесіз оқиды екенбіз. 32 мегабайттық история. Менде килобайт. Менің жақын дос балам бар. Ол өзінің мамасымен жасты, тәтемен кездесіп жүр екен дейді. Так, осыны дұрыстап. Еще барып жүр екен дейді. Прикинь, еще кездеседі, еще оған барады. Прикольно? Это сколько денег на дорогу уходит, ғой? На дорогу? Ну, обеспечивает, наверное. Кто? Она? С чего ты это взял? Барады ғой енді там. Так, дальше. Дальше больше там детальдар бар шығар. Қайдан білесің сен, махаббат шығар. Сүйетін шығар ол. Нет. А может бұл соңғы ақшасына первоначалкасын төлеп, айфон алып беріп жүрген шығар сол әйелге. Сен қайдан білесің? Ондай, ол әйелге ма? Әйел оған ба? Ол әйелге. Нет. Такой Он вариант же не устраивает. мужчина, как-никак. Қайдан білесің? Нет. Ондай емес па? Сен ондайдың қатарынан емессің ба? Жоқ, мен наоборот, болса прикольно. Да? Вот поэтому у тебя нет девушки. Еще барып жүр екен дейді, короче. Маған айтқан кезінде жай прикол деп ойлап жүрдім. Мен әлі в шоке болып жүрмін. Ондай адам мен дос болып жүргеніме ұялам. И бір жағынан қорқынышты. Деп жатырсың ба? Ұят қайда? Адрес қайда? дейтін ғой мынау примерно. Неге бөліспейсің деген әңгіме ғой. Прикольная история. Короче, досы бар, досы үлкен кісімен жүреді. Иә? Ұялам дейді соны досым болғанда. Махаббат жасқа қарай ма, Жазира? Махаббат жасқа қарамайды. Там 20 жас болса да ма? Білмеймін, конкретно махаббатты прям не істеп жүрген жоқпын. Білмеймін, бар ғой. Сен Мне жігітің бар кажется, ма? қарамайды. Жоқ. Біз екеуміздің де қыз жігітім жоқ, еще біз махаббат туралы әңгіме. Рассуждаем, да, еще? Короче, мен не осуждаю этого пацана.
Какого? Этого. Обоих. Обои дейсің. Обеих ша. Обеих па не? Серьезно? Екеуінде ғой, короче. Обоих дейтін сөз не? Короче, Обоих дейтін сөз жоқ па не? Бәсе, этих обоих давайте. Этих обеих. Обоих. Екеуі де дұрыс сияқты. агрессияда ғана дұрыс сөйлейсің ба сонда? Этих обеих дейді, а вообще естілмейді никогда. Сонымен, короче, ты завидуешь, да, этому пацану? Нет, нет. Почему? Там Кайф емес детали не уточнили. Ну вот, сенің фантазияңдағыдай болсын, ана ел көмектеседі, ана Тогда жағдай, ананың да, жағдайы завидую. дым ғой. Да? Завидуешь? Завидую, да. Белая зависть у меня. Я чистый. Марко Ройс. Мой любимый Марко Ройс. Больше не... Мына жерін кесіп те салам. Өзім ютубым ғой. Жоқ, осы жерін салайық, Сөйтіп. давай, тиктокқа давай. Болды. Мен 27-темін, бірақ маған үлкен қыздар уже прям үлкен болып кетеді ғой. Не устраивает тогда. Тіп екі ойнап отырсың секіріп. 8-ші класста географиядан беретін апайдың лифчигі. Как нас затянуло в эти истории, а? 8-ші класста Не қылған адамсыңдар 18 плюс дейміз мына выпускқа. Да, давай. 8-ші класста географиядан беретін апайдың лифчигі сабақ жүгіріп жатқанда шешіліп через көйлек арқылы жерге түскен. Не деген бос ол? Апайымның Татыр. Сен қандай фигуралы мұғалімді елестетіп тұрсың? географияда более-менее жас 34-63. География апай. Енді география апай. Лифчиге түсіп қалды дейді, иә? Ага, еще тағы бір сөз бар мына жақта. Апайымыз қатты берілгені сонша сабақты оқыған, оны да байқамаған қасқа дейді. Значит, кәрі болып тұр ғой. Мынандай болып тұр ғой. Уже чувстводан кетіп қалған ма? Андай бір сверху бір пиджак сияқты бірдеңесі бар. Короче, мынандай да. Балалар деп бүйтіп түсіндіретін апай примерно, иә? И ол беріліп түсіндіріп жатса, ол былай ғой примерно. Сол кезде кетіп қалды деп ойлады. Бүйтіп жатыр да. Глобус бар еще алдында география. Иә, ол деген глобус. Картаны көрсетіп жатыр. Килиманджаро, Жанартауы. Иә. Сөйтілей ма? И түсіндіріп жатқан кезде, примерно бүйтіп жатқан кезде. Кетіп қалды ма? Енді прям. Че он лямкасы жоқ па не деген әңгіме ғой. Неге ол қандай лифчик киген екен? Соңында жазбап па? Лямкасы. И мынау соның Суретін фотосы салып депші. қойшы міне. Лямкасы деген? Ты не знаешь, да? Лямкасы деген дейсің бе? Сен лямка не екенін білмейсің ғой, да? Лямка былай үсті ма? Иә. Ну, логически лямкасы, типа, сен лямкасы жоқ болса, қалай түскенде лямкасы содан дейсің. Давай уточним, но лямкасы. Да. Осы кезде сұралайық. Так, лямкасы. Да. Сосын? Бюстье. Қалай? Миссия бюстье дейтін французский сөз сияқты. Сосын? Бюст. Основная часть. Бюст дейтін. Основная часть одежды, так называемой. Все. Ол ма? Екі ақшастан тұра ма? И, ну что, обхват груди. Өзі бірақ затты үшке бөліп тастағансыңдар ма? Жоқ, бөлінбеген ғой енді, сен детально сұрап жатсың ғой, каждый қай жер қалай аталатынын. Мысал үшін, иә, түсіндім мен. Түсіндің ма? Типа, мысал үшін, мынада жаға бар, жең бар деген сияқты. Иә. Ода да нәрселер прикольно. Мысалы, если что, вдруг там қызыңа белье подбирать етсең, какой у тебя обхват груди и чашки деп сұрайсың. Чашка жаңағы бюстье. Бюст. Мен таңдайын ба сөйтіп? Енді бір вдруг 34-тегі бір сочный біреуді кездестіріп қаласың, да, захочешь и приятно сделать. 20 деп есептейікші, тісін. Да? Типа, мен сыйлық... Определись, біресе үлкен қыз хочешь, біресе жас Ладно, қыз кішкентай. хочешь. Кішкентай қыз хочешь? Өзімнен жас. Онда айтасың. Онда Какой айтасың. у тебя обхват груди и чашки деп сұрайсың. Ой, айтады, кішкентай дейді сен. Сұрақ, Да. жігіттер сыйлай ма қыздарға ондай нәрсе? Конечно. Да? Сен қай заманның адамсың? Осы заман адамы. Бірге өмір сүріп жатқан байқамайсың ба? Никогда сыйламаппын. И никогда танысым Сен вообще қызың болған ба? болған, бірақ сыйламаппын. Қашан? 4 класста деш? Сен ручка подарить ету кезінде. 11 класста сен.
Ондай в целом сыйлаған танысым жоқ мен. Олар айтпайды ғой Сен саған. сыйлағансың ба? Олар сен ол айтпайды ғой саған елудегі кісі ғой. подарить етпедік деп ше. Это же внутряк. Ладно. Обхват дедің ба? Жаттап алайықшы. Чашка чая ма қалай? Обхват груди. Обхват. Груди. Неге обхват, неге ахват емес? Обхват. Обхватить. Обхватить ше. Обхватить. Андай банальный размерлер жоқ қой жерде? Банальный размер айтады ғой саған өзі. 75 Б деген сияқты. Серьезно? 75 Б? Қай класс оқисың? 75 Б. Прикольно. Все, обхват, сосын чашка қалай? Чашка? Чашка ол әріппен белгіленеді, а обхват груди ол санмен. Неге 1, 2, 3, 4, 5 деп қоя салмасыңдар? Олай да болады. Олай болса сол ғой. Давай, удачи тебе аңсаған. Бірден жоғары алады жаңа. Том и Джерридің күлкісі шықты ма жақтан? Крутутутут. Келесі секрет. Погнали, да? Бізде секреттен қарағанда әңгімеміз күшті болады, байқап жатқан жоқсыздар ма? Менің обхватым деп Үш басылса. қайтара жабылған бір өте қатты секрет сияқты, по идее ше. Не. Айғайлап сөйлеп жазған сияқты мынаны ше. Агрессивно. Так, мен боец досым бар. Оған көп қыздар сынады. Бір күні Астанада машинасы бар әйелмен қыдырып келді. Наған әйелдер, мынаны қаяқтан тауып отырсыңдар? Бос жүр, бос жүр бәрі. Сөйтіп қараса, зато қанша қыз жігітсіз жүр. Кімнің жігіті жоқ, шапалақ ұрыңдар? Просто смотри, пол зала, пожалуйста. 20 жылдан кейін жас жігіт табасыңдар. Сөйтіп қараса, ол әйелдің Каспиінде 32 миллион жатыр екен. Кім чөз әйел? Қандай? Ұят қайда, адрес қайда, нөмір қайда? Адрес қайда? Еще бұл 1-2 айдың расходы ғана ғой дейді. 1-2 айдың расходы. Сен айына қанша ақша құртасың? Ана санның там 1-2 цифрасы ғана башар. 0 деген ба? 0 деген. 0, 32. Ужас, сосын немен біткен? Егер маған үйленсең, қалаған машинамен үйіңді алып берем деді. Бірақ ол шын махаббатты таңдады, байлықты емес дейді. Ана әйел бос болып тұр ғой, барсайшы. Серьезно? Сен көрсейші, хотя бы сөйтіп бірдеңе қылмасаң, аңсаған, я не знаю, как тебе помочь. Қайсысын айтыңдаршы, номерін жүйеліңдерші табы. Маған үйленсең, қалаған машинаны мен үйіңді алып берем деді. Үйленсең деп тұр ғой. Үйленгім келмейді ғой оған. Ну, я хочу машину. Ну, дело такое, знаешь, құлақтан былай да былай теуіп жүрген жігітке, типа, қиын емес қой. Жүрегімнің қасына қойып, возможно, пригодится десең. Ана тұмар қылып, оқытып, тұмар қылып да жүрген сағып, ана футбол 32 миллион дегенді сақтап қойсын. О, не деген қысқа. Маған бір танысым өзінің гомосексуал екенін айтты. Енді қалай поддержка берерін білмеймін. Болды ма? Иә. Бір досым поддержка артынан бересің. Келесі сторис десең. Давай деп. Ужас. Самый жақсы зал деп ойлап отырсам сендерді. Подругам екеуміз бір офиста жұмыс істейтінбіз. Значит, қазір істемейді ғой. Иә. Ұрыспаған ғой 100%. Ұрысып болып тұрсың. Коллегаларымыздың бізден жасы да, жалақысы да әлде қайда көп болатын. Әдемі. Екеуміз бір күні қарнымыз ашып, жұмыста түнге дейін қалып қалдық. Ол кезде офисте 2 ер адам коллегамыз болған. Перекурға шыққанда екеумізге тойып тамақ ішіп алу мен үйге таксиге қайту идеясы келді. Мен ойым деген басқа жаққа кетті. Так, перекурға шыққанда екеумізге тойып тамақ ішіп алу мен үйге таксимен қайту идеясы келді. Содан әлгі 2 кісі террасаға темекі шегуге шыққан кезде темекі мен зажигалкасын оған қоса
кошелегін ұмытып өз кабинеттеріне кіріп кетті. Қанша бар екен ішінде? Екеуміз жалтақтап кошелегін ашуға кірістік. Ол кездерде Каспий карта деген әлі шықпаған. Қай кездер бұл Каспий карта шықпаса? Бәрінде наличка ақша дейді. Примерно 90 жылдар болса керек. Альянс банк деген кезде ма? Содан біз тезірек әрекет етуіміз керек болды. Өйткені ол, скорее всего, кошелегін іздеуге келеді. Иә. Кошелегің жоқ болса іздейсің ғой. Бір кезде мен кошелег ашып ішінен ақша ұрлайтын боп, ал құрбым есікті қарап тұратын боп келісіп, в итоге 4000 теңге ұрлап, Узбечкадан тамақ жеп, таксимен қайтып, тағы 2000 таксимен шоколад еткенбіз. Өз пландарын орындапты ғой бағана. Тойып тамақ ішіп үйге бару керек. По скриптум бар екен еще. Біз ол коллегамызбен әлі жұмыс істейміз. Ал құрбым әлі құрбым дейді. Бәрі бақытты. 4000 теңгені қазір қайтарса болады ғой. Егер осылай мойындап қайтарса кешіре ме екен? Саған осындай қыздар не интересует? Или саған строго 32 миллионнан жоғары ақшалары бар қыздар? 4000 теңгеге мәз болатын қыздар прикольно, по идее. Да. 4000 теңгеге мәз болатын болса. Қазіргі курспен примерно 8 мың. Қазіргі курспен жүр? Ну, мен сынушым десем. Ұялатын история емес, бірақ күшті история. Прикольно, еске алып, ха-ха деп. Бір корпоративте ішіп айтып қояды. Вообще ұрлықтың историясы деген, мне кажется, бәрі бірдеңе ұрлаған сияқты өмірде ше? Мен ештеңе ұрламаған. Да? Ну, Наякиннен басқа. Надан басқа деп. Серьезно, ештеңе ұрламағансың ба? Ұрлаған? Не ұрлаған? Айту керек қой обязательно. Ладно, айтпай қой. Ну, бір супермаркет тонағамыз біз прям. Каждый суббота сайын. Серьезно ма? Ұсталмадың ба? Айтып берейін ба? Құрметті достар. Короче, бізде Қарағандыда Шахтер деген стадион бар ғой. Біз апта сайын футболға баратынбыз. Суббота, воскресенье ойнайды. Суббота или воскресенье. И сол жерде қасында бір супермаркет бар еді. Апрель деген. Қазір жабылып қалған ол. Біз жапқан сияқтымыз оны. И қазір солар магнумда ашқан. Пиқылдақ жоқ, камера жоқ. Бір ата отыратын охранник. Сен қаншадасың? 7-8 класс, 9 класс сондай. Ата отыратын, очкиге лупасы мынандай да. Мынандай бүйтіп көреді, вообще дым көрмейді ана ата. Просто соның ішінен матчқа барған сайын там сағыз, сникерс, мникерс. И менің Біржан Шәкәрім деген досым бар. Ол сол жерден нутелла ұрлаған. Сен қатысың жоқ? Мен вообще қатысым жоқ. Мен жай сникерс андай-мындай ұрлайтын. Сникерс деген ол кезде 55-60 теңге ғана тұрады. Иә. А нутелла, извини меня. Нутелла, извини меня. Ол кезде 120 теңге типа. Ол кезде тек Назарбаевта ғана бар еді. Сол Біржан Шәкәрім деген досым, Юми Про, ғарышкер қазір үй алды жақында 54 миллионға ше. Сол нутелла ұрлаған. Залда отыр. Нутелла ұрлаған ғой, ұрлықшы ғой, ұрлықшы. Ұрлықшы. Сол нутелладан көтеріліп кеткен дейді ғой кезінде. Сол нутелланы сатып камера алған. Ефрейм байындарын түсірген, сөйтіп көтеріліп кеткен. Иә. Бұл история үшін қатты ұялмайтынмын. Біз әрі қарай жалғастырамыз деп айтайық арасында, әрі қарай кеттік. Бұл история үшін қатты ұялмайтынмын негізі. Просто кринж. Кринж деп жазыпты. Мен 8 класс оқып жүргенде ВК бәрімізге қызық болды. Сен именно 8 класс оқығанда қызық болды ғой. Басқа кезде вообще. Әпкем екеуміз фейк аккаунт ашып, бәрімен сөйлесіп жүретінбіз. Өйткені бізбен ешкім сөйлеспейтін. Шучу, ондай болған жоқ. Бірақ ол аккаунтқа үлкен жауапкершілікпен қарайтынбыз. Максимально реалистично көріну үшін 2 ай бойы дамытып, жыл мезгіліне сәйкес суреттер салып, стенаны әдемілеп толтырып бүйтіп. Сосын бір күні біздің мектепте 11 класс оқитын бір баламен сөйлесіп бастадық. Осындай историяларды жақсы көремін. Фейк қызымыз да 11 оқиды. Өздерінің фейк қыздары да 11 оқиды. Оқу жылы басталғаннан сөйлестік. Бала Шымкентте, біздің Алматыда жоқпыз. Неге екені есімде емес, бір уақытта жазыспай кеттік. Бірақ біздің фейк аккаунттағы қыз бізді тауып алады. Кімсің?
Ау. өшір деп біраз ашуланады. Ана оригинал тауып алған. Оригинал қыз. Сөйтіп біздің мектептегі бала екеуі бір универге Алматыға түсіпті. Өмірде көріп, қыз оны танымай тұрған ғой. Оны бізге ана бала жазып жіберіпті. Солай, вот это де дегенбіз. Вот это да дегенбіз. Кім ойлаған? Содан кейін аккаунтты өшіріп тастадық. Қаншама таныстарымызға жазып, кейін күліп отыратынбыз. Қазір ВК-да мүлдем отырмаймын. Бір жерден ВК дегенде естісем, сразу сол оқиға есіме түседі. Прикольно? Какая добрая история. Добрая. Такая добрая грусть. Менде типа соған ұқсайтын бір история бар. Маған қатысы жоқ, просто біреуден естігем. Короче, бір... Значит, саған қатысы бар ма? Жоқ, бір талпа балалар. Тоже ВК-ның темасы ғой. Бір талпа бала. Бір аккаунт создавать етеді. Бір талпа балалар. Бір окружение ғой. Бір топ жігіттер. Соның ішіндегі бір бала. Так, қиындатып отырсың сен. ВКонтакте шығарған бір қыз болып якобы. Сол қыз болып қасындағы жүрген досына жазады ғой. Сөйтіп екеуі күнде сөйлеседі да, настолько ананың тілін біліп алған. Екеуі 3 ай жүреді сөйтіп ше. Онлайн ба? Иә, 3 ай жүреді, еще түнде плюс 18 общениялар болған ғой. Тоқта. Жазысқан, переписка. Жазысқан, иә. Парадис деп ойлады. Еще екеуі бір общагада бір бөлмеде тұрады да. Сразу реакция қарап отыра. Ты прикинь, 3 месяца угорать над другом, просто ана жазады, ана мәз болып отырады ше. Что? Сөйтіп таңға дейін переписываться етіп жүрген. А ты что делаешь? А сейчас? Сондай история бар. Прикольная история. Менде бір история бар, короче. Біздің бір досымыздың туған күні болайын деп жүр. 12-ден асқан кезде құттықтаймыз деп отырмыз. И оған дейін біз оған фейк аккаунтпен жазамыз ғой, қызбен. Туған күн келе жатыр екен ғой, давай 12-ден кейін кездесейік деп. Мен сені гостиницада күтеміз деп жазамыз ғой, короче, оған. Бұл досым емес. 12-ден кейін кездесейік гостиницада деп. Сөйтіп сындырамыз оны. Сөйтіп біз 12-де оны құттықтаймыз ғой. Сөйтіп құттықтаймыз да, ол асығып барады ғой. Мен кетуім керек жеге. Біз айтамыз, кеттік, шай ішейік, кэс ойнайық, контра ойнайық деп, жоқ жеге. Ертең ұйымдастырайық осының барлығын дейміз ғой. Біз нарықтан еще анаяқтан жазып жатырмыз, кел андай өзімен бірге вино ал кел андай деп жазып жатырмыз, короче. Сөйтеміз да, все хорошо дейді, ол асығып кетті. 12-де құттықтатып, 12:20-да шығып кетеді ғой, короче. Давайте деп шығып кетеді да. Сөйтіп кетеді үйіне барып киім ауыстырып күшті болып келейін деген ғой. Сөйтіп біз гостиницаға барамыз. 15 бала барамыз да, номер алып алып, сол номердің ішінде күтіп алуымыз келіп тұр ғой. Бірақ номер бос емес екен, дворында күтеміз гостиницаны. Сөйтіп ол барады, сөйтіп та, я тут дейді ғой, короче. Сосын гүлмен келген ғой. Гүлмен, виномен. Сөйтеміз да, қазір мен номерден шығып кеттім. Біз далада тұрмыз, біз деп қой, мен далада тұрмын деп жазамыз. Егер жаңағы аллейкада бүйте өтіп бартқан кезде біз деп атшамыз, 15 бала. Айтамыз андай фейкті, анау. Просто түрі ақ кетеді ғой. Өмір андай. Просто өмірі алдынан өтіп кетті бүйт. Не будет прежней. Неге өйтесіңдер? Мен тұрсыйымды ауыстып келдім ғой. Сөйтіп сондай бір история болған. Ё-моё, неткен қаты кезсіңдер. Прикольный история. Сен прикинь, анау енді қыздарға сенбейтін болады ғой. Видеозвонокпен сөйлесетін болады. Сондай бір история. Мен жаңа сен оқыдың ба, мен оқыдым ба? Мен оқыдым. Сен оқыдың. Онда менің бір подругам деген сен оқисың. Менің бір подругам болатын. Точно қыз ғой енді. Менің бір подругам болатын. Екеуміз кофейняда кездесіп, от души әңгіме айттық. На память деп фото видеоға түсіп, ол суреттерді өзіме жіберіп алайын деп телефонын сұрағанмын. Сөйтіп галереясын ашып қарасам, Киімсіз тема. Жалаңаш отырған видеосын көріп қалдым. Ма деп. Видеосын еще көрген ғой. Ты просто поставь себя на ее место. На ее? Очень хочу. Ма деп, еще точно сол ма деп.
жақындатып қарадым дейді. Ой, не айтамын, өйткен жоқ. Сол ма Бәсе, деп мен қарадым уже- дейді. Это я, мен жақтатып отқан. Скрин жасап уже airdropпен лақтырып жатсың ба? Жоқ. Я не такой. Да. Да емес, Жазира. Не такой. Да, извините, пожалуйста, Ансаған, я просто невысокого мнения о вас. Я ошибалась. Байқа. Так. Сол видеоны көргеннен кейін араласқым да келмей қалды. Неге ондай видео түсірді екен? Ол қыз білмейді көргенімді. Неге түсірді екен? Неге түсіреді ол? Какая тебе разница, біреудің телефонында қандай видео бар екен, былай қарап отырсаң. Неге түсіреді дейді. Так. Ну, история кринжовая. Но История осуждать кринжовая. это более кринжово. Может, она кайфует от этого. Өзің қол түсіргеннен ба? Я? Возможно. Не отрицаю. Все возможно в этой жизни. Келесі история. Бұл түнде жұлдызы мол, тып-тыныш, қоңыр салқын түн болады. Әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Жоқ, это Али Насырдың өлеңінің басы ғой. Құс атаулы да әлде бақ ішінде шуласып жатқан. Шамамен 8-ші сыныпты тәмамдаған боз балаға тебе скучно, тебе одиноко деген мезгілсіз ойлар келді. Не деген ойлар бұл? Үйде ешкім жоқ. Бұрын соңды ондайды көрмеген просто. Google поисққа тупо П нүкте, яғни 5 әріпті перне деп жазып 18 плюс видео іздейді. Ана үшінші жақтан айтып тұр ғой өзін, молодец. Бірінші көзге ілінген сайтқа кіре. Но бала әдебиетті қатты оқитын болса керек. Иә. Бірінші көзге іліккен сайтқа кіре салсам, комп банға түсіп қалды. Экранға вы нарушили педа бірдеңе дейді, короче андай. Деген қорқынышты сөздер экранға шығып кетпей қойды. Бұны алғым келсе, мына счетқа ақша жібер деп тұрды. Қорыққаннан не істерін білмей компьютерді 1000 рет өшіріп қостым. Бала болған соң мошенниктер екенін білмеген ғой. Сөйтіп ертесіне қалай айтарын білмедім. Компты жөндеу керек, ауылдағы айтишникке апардық. Ол мені жақсы таниды. Мужская солидарность, үлкен мужик. Пацанды түсініп айтпаған шығар десем, папаның көзінше «Сен порно көргенсің ғой?» деп папаның көзінше айғайлай салса болады ма? Түр бермей жоқ дедім. Ол менің бірдеңе көрсетіп тұр деп папаның көзінше айтып қоймайды. Мені көрсетіп тұр деп қоймайды. Мені көрген ғой мынау. Кәне әпшің деп. Досым жіберген ғой деп әйтеуір өтірік қаштым. Папа түр бермейді. Түсінді де ойлаймын, примерно білген ғой. Бірақ содан соң ондай сайтқа жоламадым. Тек телефоннан көрінсе. Кейін ондайды көрмеңдер. Или нормальный сайттан қараңдар дейді. Или нормальный сайттан қараңдар дейді. Әдебиет.ком. Бұл біз лайфхакты қолданамыз. Десе ойнайтын. Көрмеңдер деген лайфхак. Сенде ондай лайфхак. ситуация болды ма? Мен вообще өмірімде ондай көрмеймін. Сен көзіме қарап жауап бер. Байқа қойды. Жазира, мен өмірімде ешқашан ондай сонда да кетіп қалды еске. Жазира, мен өмірімде ондай сайтқа кіріп көрмедім. Не копай глубже, Аңсаған. Сен не так закопал. Қара, ешқашан ондай сайтқа кіріп көрмеппін. Мен ондайларды қатты көре бермейді екен. Мен просто ойнаймын. Мынау сенің историяң сияқты. Мынау ма? Жоқ. Мен папам жоқ біріншіден. Екіншіден компьютер болмаған менде өмірімде. Мен жақында сатып алдым, гештальтын жабу үшін. Обратно сатып жіберемін. Гештальтын жаптым. Вот болды. Бүгінгі историялардың арасында біз сенікін оқыдық па? Иә. Ужас. Бір ешдұрыс история болған жоқ, байқамайсың ба? Мен қазір... Сен угадывать еткің кеп тұр ма? Мен угадать етем. Сен, Аңсаған, сен өте ақылды адам екенсің дейсің. Если угадать етпесем, угадать етпедім. Айтайын ба? Да. Сен әккеңмен фейк аккаунт ашқансың Алматыда. Шымкенттің жігітіне жазғансыңдар.
сөйтіп ол қыз Алматыға түскен, сөйтіп сондай ВК-ның кезінде сен хит болғансың, өйткені сол заманға келесің. Ол емес па не? Жоқ. Ужас, күшті деп айттың, андай Шерлок сияқты күшті осы бұтық деп ойладым. Жаттап отырдым. Ол емес па? Жоқ. Тогда ужас, мына жерде қалғандарына қимай тұрдың да сен. Жадам ставка тігеміз, достар, кеттік. Әңгіме қызыға. Так, сұрақ, мектепте болған жағдай ма бұл? Неде болса биылғы оқиға емес. Так, неде болса биылғы оқиға емес. Мен сені түсіндім. Сен 4 теңге ұрлағансың ба? Иә. Ужас, 4 теңге ұрлағанға ұялып жүрсің ба, бауырым? Бауырым деймін. 4 теңге ұялып... 4 теңге ұяладың. Ұрладың. Иә. Ол кісімен әлі жұмыс істейсіңдер. Иә. Причем өте тығыз жұмыс істейміз. Прям тығыз мына жерде тұр. Ондай қысылып тұрмаймыз. Жақсы сыйласатын адам ғой, менің коллегам. Қалай сен сыйласатын адамнан 4 теңге ұрлайсың? Жоқ, ол кезде шыны керек, мен біріншіден 17 жасымнан бастап жұмыс істедім. Ол кезде 17 жасымнан бастап ақша ұрлай бастадым деші? Жоқ, біз ол кезде 18-деміз, реально. Қатты ақшадан қысылатынбыз ше. Еще зарплата қос деп айтып сұраудың орнына мен просто сүмірейіп жұмыс істей беремін да. И 40 мың теңге айына жетпейтін маған. Мен еще 40 теңге айына ешкімге жетпейді ма? Конечно. Ну, как-то приходилось, короче, выживать. 44 болды, солай да? Солай 44 шықты. Еще на двоих, там, узбечка, туда-сюда покушали. Еще таксимен қайту, это знаешь, қай заман? 2001 ма? Чё? Ладно, ойнап айтайын. Менде ол кезде конкретно айфон да болған жоқ. У меня была Nokia, вот такая, пошла. Сондай Nokia болды ма не сенде? Иә. Өте байып тұрсың ғой. И былай еще аласың да. Жақсы. Фотоға түсесіз да. Баяғыда Жазира Дапсымышта бір видеосы қатты хит болған. Сендер көргенге Дапсымыш деген білмейді сәрсің, сендер не екенін. Дапсымыш деген бар еді ғой, Біржан білесің ба? Заманауи түрде ол TikTok дейді. Анау Дапсымышта ана видео бар еді ғой. Есекті аста қарап, ешес дейтін сол видео, иә? Туда қарап бірдеңе дейтін, короче. Соның арқасында телевизорға шыққам ғой. Иә. Короче, мен историямды таппайсың ба, табасың ба? Ол болды ма осында? Болды. Сен жеңгең бар ма? Ладно, ойнап айтам, ол емес. Жоқ, ол история емес. Неге бәрін соған алып келіп жатсыңдар? Сол 32 миллионға дәметіп. Егер мен сол болсам, иә, мен онда мықты болып тұрмын ғой. Сен өзің нәпсіңді жеңіп тұрсың. Өзім нәпсімді жеңіп тұрмын. Жарайсың. Рахмет. Қалай? Не дейді? Менің борец досым. Жоқ, менің борец досым бар деді ғой. Жоқ, бұның бір борец достары бар шығар. Бар шығар. Жоқ, ол емес. Не дейсіз, ханым? Ай, бұл... Не дейді? Сен гомосексуал достарың жоқ? Мен ондай досым жоқ. Бұл ондай окружениеде жүрмейді? Возможно, бар. Жоқ ондай досым. Мне кажется, ладно. Жаңа 32 миллионға өзің дәметіп жүрген сияқтысың. Астанада сондай достарың бар ма? Сен ары-бері Астанаға барғышсың ғой? Кеше ғана келдім Астанаға. Сол ғой, иә? Құрметті достар, менің секретім қайсы деп ойлайсыңдар? Комментарийға жазып кетіңдер. Так нечестно, шыққаннан кейін айт. Шыққаннан айтам. Айтя? Келесі шығарылымда... Сторис қайт бергенсіз ма? Келесі шығарылымда, возможно, оны айтам. Бірақ өте қызық. Жаңа айтқан екеу емес. Да? Ана қағаздарды с собой. Короче, ол вариант бұл жерде айтылған жоқ. Хорошо. Короче, бастан. Құрметті достар, менің секретім қайсы деп ойлайсыңдар? Комментарийға жазып кетіңдер. Тапқан адамға мен өзім 10 мың теңге беремін. Бірақ, жоқ, бермеймін. Бәрін жазып шығуы мүмкін ғой. Логически 10 мың теңге ұтып кетеді. Тапқан бірінші адамға... Не деген тупит етіп отырмын өзім? Қайсы деп ойлайсыңдар, короче? 10 мың теңге жалко, что ли? Сенің шынайы ағадал көрерменіне 10 мың теңге жалко ма саған? Саған білдей передачаны түсіріп отырсың. Сен сонда не көрерменіңді бағаламайсың ба? Комментарий жазамыз, лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Бүгін бізде қонақта болған. А так я за вас топлю.
Жазира Еркін, Жазира келгеніңе үлкен рахмет. Рахмет. Үлкен рахмет деген сөз жоқ, көп рахмет. Көп рахмет.